Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып математика. 86-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы шамалар. Балалар, бірінші мысалға назар аударамыз. Одан бұрын біз өткен сабақты есімізге түсіріп алайық. Шамалар. Балалар, біз осы уақытқа дейін қандай шамаларды өттік? Уақыттың шамасы не еді? Еске түсірейікші. Уақыттың шамасы сағат, минут. Олай болса, соған байланысты бірінші мысалды есімізге түсіріп, сурет бойынша есепті құрастырамыз. Наурыз мерекесінің алдындағы аптада Әлия мен Сырымның жұмыстары көп болды. Олардың не істеп үйренгенін айтып бер. Өзіндік жұмыс. Есепті шығар. Көк кесіндінің ұзындығы 5 см. Ал қызыл кесіндінің ұзындығы одан 2 см ұзын. Қызыл кесіндінің ұзындығы нешеге тең? Топтық жұмыс. Сен карточкаларды қандай топтарға бөлесің? Ай атауларын, апта күндерін дұрыс ретпен ата. Жұптық жұмыс. Есептеп болғаннан соң жаныңдағы досыңмен тексерт. Сен зерттеушісің. Ең ауыры қай жеміс? Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.